Қазақстанда қазір Озонның рекламасы өте көп. Озонда 240 миллион аудитория бар. Қазіргі уақытта русскоязычный аудитория бар. Бізде көбісі негативно қарайды маркетплейстарға. Қандай рисктері бар, қандай минустары бар Озонның? Мен негізі Озонда минус бар деп ойламаймын. Шынымен мақсаты бар, табыс табамын дейтін адам болса, негізі қиындық жоқ деп ойлаймын. Декабрьдан бастап енді бүгінгі күнге дейін 1 300 400 рубль айналдырдық. Бір ай, 2 айдың ішінде 64 миллион оборот жасаймыз. То есть логистика бойынша уже скоро Қазақстанның ішінде де номер 1 Қазпочтаны асып түседі деген ойдамын. Мен біреуге бағынғым келмейді, мен өзіме жұмыс жасағым келеді деген адамдардың барлығына үлкен возможность. Қазіргі таңда Россияда санкция жүріп жатыр. Ол жаққа шетелден товар кірмейді. Оларға Қазақстаннан товар кіргендіктен сізде үлкен мүмкіндік бар айтқанда. Баршаңызға сәлем, есімім Еркін Бекқалиұлы, каналымызға қош келдіңіздер. Құрметті достар, бүгін сіздердің 240 миллион аудиторияға жұмыс жасауыңызға, 18 мемлекетке сауда жасауыңызға керемет мүмкіндік сыйлайтын Озон маркетплейсі жайлы айтатын боламыз. Жалпы Қазақстанға 3 триллион теңге жұмсаған екен, жай ғана рекламаның өзіне. Демек, сіздің товар салсаңыз, сіздің товарыңызды өздері реклама жасап береді. Дайын клиентский база бар, дайын керемет IT компания, және де өз товарыңызды барлық мемлекетке сата алатын боласыздар. Сондықтан да бүгінгі шығарымды міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз бір күнде 500 мыңға жуық оборот жасап жатыр. Жалпы 2 айда 64 миллион теңге оборот жасаған. Сізге айтар әңгімесі өте көп, қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Сол, біз бастаймыз. Лайк басыңыздар. Табыс тапқысы келетін, ақшасы жетпей жүрген, ақша тапқысы келетін жандарға міндетті түрде жіберіп қойыңыздар. Кеттік. Подарки в каждый дом. Озон, зон, зон, озон, зон, зон, озон, зон, 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 зон. Озон, зон, зон, озон, зон, зон. Новый год с Озон. Озон, зон, 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 озон, зон, 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 зон. У меня для тебя подарок. Настроение в каждой коробке. Готовьтесь к Новому году вместе с Озон. Бүгінгі біздің кейіпкер Асылхан. Қалыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Жақсы ма? Немен айналысасыздар? Біз Озон маркетплейсімен, не только Озон маркетплейс, общий маркетплейсімен де жұмыс жасаймыз. Оның ішінде жақсы айналысып отқан, тұрақты айналысып отқан. Ең қатты акцент қойылып жұмыс жасалып жатқан маркетплейс, ол бізде Озон маркетплейсі қазіргі уақытта. Так как барлық келіп жатқан новичоктарға, даже элементарный маркетплейстан негативный несі қалыптасып қалған адамдар үшін даже Озон маркетплейс қазіргі уақытта выгодно со всех сторон. Хоть ақша жағынан болсын, хоть процессы жағынан болсын, барлық жағынан Озон выгодно. Қанша уақыт болды айналысып? Негізі вообще Озонмен практиковать етіп келе жатқаныма уже 3 жылдан асты. Так как мен маркетплейста вообще жұмыс жасап жатқаныма, осы карантиннан бастадық қой біз бәріміз. Сол бастан бастап практиковать етіп келе жатырмын. Так как мен сол кездің өзінде бірінші Wildberries Каспиға, содан кейін барып общий 7 маркетплейсқа бірде шықтым. 7 маркетплейспен практиковать еттім. Қазіргі уақытта тек қазақстандықтарға ұсынатын маркетплейс ол Озон маркетплейсі. Айлық обороттарыңыз? Бізде қазіргі уақытта негізі 2 магазин, 3-ші магазин ол тестовый магазин, который товарлар тестировать ететін. В среднем біз 1 ай, 2 айдың ішінде 64 миллион оборот жасаймыз. 2 айда 64 миллион? Иә, округлять етіп айтқанда 2 айда 64 миллион. Тестовый нишалар бар, например, которые 3 неделяның ішінде біз ол нелерді скрывать етіп, тұқпай Инстаграмда барлық жерде көрсетеміз. Тестовый 3 неделяның ішінде бір товармен 13 миллион оборот жасадық. Одан кейін магазиндар бар, который 1 айдың ішінде, то есть сентябрьда бір магазинның өзі бізде 36 миллион оборот жасады. Қазіргі уақыттың өзінде, например, 1 декабрьдан бастап, енді бүгінгі күнге дейін 1 300 400 рубль айналдырдық. Бұны бір 7-ге көбейтеміз ғой бізде? Да. Қазір рубль 7. 7-ге көбейтеміз бұндай. 7-ге дегенде негізі вообще мен 6-мен ғана жұмыс жасаймын. 6-5-дің ортасында ұстаймын. Негізі бағана айтып отырсыз ғой өзіңіз, мен карантин кезінде бастадық деп. Мен бәріміз сол карантин кезінде бастадық деп айтып отырсыз. Неге жалпы маркетплейстарды бізде көбісі негативно қарайды маркетплейстарға? Өйткені YouTube-қа шығарамыз ғой, сол кезде неге шығара бересіңдер, неге бүйтесіңдер? Мен айтамын да, енді обязательно карантин болу керек па, обязательно бірдеңке болу керек па, чтобы қазақтар түсіну үшін. Сауда қазір жалпы заман өзгеріп кетті, барлығы онлайнға ауысып кетті деген нәрсені.
Енді өз басым маркетплейстарды қатты қолдаймын. Өз басым жаңа заманауи дүниелер шықса бірден үйреніп алуға тырысамын. Енді қолдамайтын адамдарға, жалпы маркетплейсқа сенбейтін адамдарға не айтар едіңіз? Енді біріншіден маркетплейсқа сенбейтін адамдар, олар баяғы Советский Союздың адамдары деп ойлаймын. То есть баяғы старый мышлениемен қалған, өзінің комфорт зонасынан шыққысы келмейтін адам деп айтайықшы, иә. Бізді карантин, иә, біреуге айтады ғой, екі ел соғысса, үшінші ел всегда пайда көреді дейді, ол жерден. Тура сол сияқты, например, карантин басталды, кім пайда көрмеді? Карантинда, наоборот, до такой степени обороттар өсіп кетті, иә, даже статистикамен қарасаңыздар, именно маркетплейстарда, не, потому что, например, обычный офлайн точкалардың барлығы жабық болды, даже продуктовый магазиннің өзіне барудың кәдімгідей қиын жағдайға қалды. А ол уақытта доставканы кім жасады? В основном уже онлайнда бар адамдар доставка жасады. И получается, содан бастап адамдардың барлығы онлайнға қарай ыңғайласып бастады. Потому что уақытыңды үнемдеп жатсың да, и ақшаңды да үнемдеп жатсың, нервті да үнемдеп жатсың. Ана барып келудің өзі жұмыс қой. И получается, например, кейбір кісілерде негативный сторона бар. Қандай жағдайда да ол жерде мүмкін товар сатып алған шығар, ол товардың качествосын алмай қалған болуы мүмкін. Или мынандай адамдар бар, которые уже маркетплейста жұмыс жасаған, иә, Каспиан Wildberriesті примерға келтірейік, жұмыс жасады и сол жерде, например, штраф алды. Штраф минусқа кірді, өте көп товарлар, например, даже инстаграмда да бірнеше рет көрген болатын, бір кісіде 4 миллионға жуық товар просто бракованный болып қалған. То есть во время доставка жасалып жатқан уақытта товарлары сынған деген сияқты. Сондай процесте негативный сторона қалған кісілер бар, оларды етпейміз. Енді получается, например, сондай кісілер келген уақытта айтамын, мен на максимум стараюсь именно маркетплейстің преимуществосын көрсетуге. Қазіргі уақытта одан да кейбіреулер айтады, ол жерден қандай табыс көруге болады деп ше. Мысалы, қазір менің ойымша онлайнда жоқ бизнес, ол бизнес емес. Потому что бүкіл ақша қазіргі уақытта онлайнда. И осы статистика бойынша карантин уақытында онлайнның продажасы 2-3 триллионға өскен. Всего лишь карантин уақытында, представьте, то есть ол миллиард емес, триллионға өскен. Это означает, что аудиторияның барлығы уже онлайнға әрі қарай дамып келе жатыр. То есть онлайн бұл жерден тоқтап қалмайды. Ертең осы маркетплейстен кейін тағы бір нәрсе шығуы мүмкін. То есть ең основной нәрсе. Негізі шындыққа тіке қарау керек қой. Мысалға базарға барсан да, бархолкке барсан да, кәдімгі өзінің арендасын әрең төлеп отырған адамдар бар. Өйткені кәдімгі андай тырысып алған ғой. Жоқ, мен короче осылай мен атам сөйтіп сатқан, әкем сөйтіп сатқан, мен де өйстіп сатамын деп отыратын адамдар бар. Ал қасындағы адамдар, мысалға Джампо деген бізде оқыған Сайра ханым, ол кісі қазір деген қатты көтеріліп кетті. Неге? Өйткені барлығын онлайнға ауыстырып жіберді. YouTube-ты қолданды, TikTok-ты, Instagram, барлығы маркетплейстарды қолдану арқылы қазіргі таңда өте үлкен масштабты проекттер жасап жүрген адам. Сондықтан да жалпы кім онлайнға ауыспады, қазірден ескеріңіздер, өте қиын болады болашақта. Және де ең артықшылығы деп айтайықшы, мысалға сіз өз бизнесіңізді тек қана ауылға, болмаса өз көшеңізге, болмаса өз ауданыңызға бизнесіңізді ашасыз. Ал бұл жерде біз неге маркетплейстарды ұсынамыз? Өйткені бір сатқанда сіздің товарыңызды жоқ дегенде 200 миллионға көрсету мүмкіндігі бар. Мысалға Озонда қанша? Озонда 240 миллион аудитория бар. Қазіргі уақытта русскоязычный аудитория бар. Одан кейін даже турецкий аудитория. Енді Турция тоже русскоязычныйға кіреді ғой, ол жақта орыс тілін біледі деген сияқты. Одан кейін 18 мемлекетпен жұмыс жасайды Озон маркетплейсі. Бұл СНГ-ге барлығына. Барлық жерге. Ең маңыздысы, білетін мындай комментарий келген болатын. Озон номер 1 емес, Amazon деп айтатын да бір кісі. Енді может ол кісі сол жерде жұмыс жасады ма екен деймін да. Ең маңыздысы номер 1 қалай болу керек. Қазіргі уақытта обороты бойынша ең үлкен маркетплейс именно осы біздің есептеліп білетін мемлекеттердің ортасында ол Озон маркетплейсі. Неге? Потому что ол жерде барлық жерге доставка бар. То есть логистика бойынша уже скоро Қазақстанның ішінде де номер 1 Қазпочтаны асып түседі деген ойдамын, потому что қазір пункт выдачаға өте үлкен акцент қойылып жатыр да, то есть 5 миллион 600 мыңнан бөліп жатыр мысалы. Сол үшін вообще негізі мынандай нәрсе бар да, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, барахолкада жаңағы бір точкаға байланып отырған адамдар деп, иә. Мысалы, ең бірінші жаңағы барахолкадан точка ашқан адамдар, ең алғашқы уақытта онлайн шықпай тұрған уақытта деп айтайықшы, ең алғаш кіріп бастаған адамдар ең үлкен, былай айтқанда жирный блиныды алды. Өз орнын алды, өзінің оборотын алды, жасағысы келген дүниелердің барлығын жасап үлгерді. Ал енді получается тура сол процесс ол онлайнға да келеді. То есть қазіргі уақытта
мына маркетплейсқа кіру арқылы озонға кіру арқылы уже өзінің орнын алып рейтингін барлығын көтеретін болса, ол на всю жизньға можно. Ол жерде граница жоқ доходқа келген уақытта. Ал офлайн точка ол локацияға байланған. Ол жерде естественно определенный узкий аудиториясы ғана, то есть ол максимум, например, 15% болуы мүмкін. Ол жерде прям масштаб жоқ. Маркетплейстағы бар масштаб ол жерде жоқ. Например, 240 миллион аудитория барахолкада бар ма? Жоқ қой. То есть бір адамның басында ондай клиентская база жоқ. Ал маркетплейста, например, ол бар. Осында аренда төлемейсің, аренда төлемейсіз, продавец жоқ, например, товарды өзің таскать етпейсің, барлық нәрсені онлайн түрде жасайсың. То есть маркетплейс қазіргі уақытта бізге до такой степени выгодно болды, что даже үйде жатып вот мен жұмыс жасағым келмейді, мен біреуге бағынғым келмейді, мен өзіме жұмыс жасағым келеді деген адамдардың барлығына үлкен возможность қазіргі уақытта. Және де андай мыңғырық товар сатып, миында ашытып, складтан жүрудің қажет жоқ. Асылхандардың бір артықшылығы ол кісі бір товардың өзімен ғана сонша миллион оборот жасап отыр. Бір ғана. То есть бір түрі деп айтады ғой, бір түрі, міне, бір товар. Мысалы бір iPhone, то есть 12 Pro Max 64 миллион оборот жасап отыр. Сондықтан андай миыңызды ашып, ана товарға ақтайды, мына товарға ақтайды, мына товардың несі характеристикасы қалай екенін миыңызды ашмайды, Асылханның барлығын үйретіп беруге дайын. Және де қазіргі таңда Россияда санкция жүріп жатыр. Ол жаққа шетелден товар кірмейді. Оларға Қазақстаннан товар кіргендіктен сізде үлкен мүмкіндік былай айтқанда. Шынымен де 240 миллион аудиторияға өз өніміңізді ұсынып сата алатын боласыз. Енді өзіңізге тоқталсақ, жалпы не сатып жатсыздар, қанша сатып жатсыздар? Қазіргі уақытта, например, жаңағы нишаға тоқталып кетейінші, сіз айтып жатсыз ғой, 1040 товар, мысалы бізде көп жағдайда мынандай үйреткенде күніне 3 товар, 10 товардан салуым керек деген. Осы жерде мен мысалы психологияны қолданамын. То есть ол қалай? Біріншіден адам келген уақытта, біздің миымыз ойланғысы келмейді, біздің миымыз жұмыс жасағысы келмейді, барлық нәрсе оңай өту керек. И получается, например, магазинға келген уақытта адамда, когда узкий категория болады, то есть 1-2 товар тұрады, ол міндетті түрде өтеді. Егер ол клиентке керекті товарлардың қатарында болса, ол міндетті түрде өтеді. Енді естественно, сіздің товарыңызды іздеп келіп тұрған адам, ол сіздің клиентіңіз болып тұр да. И когда, например, қаншама категория болатын болса, например, 100-120 категория болатын болса, психологически адам таңдағысы келмейді. То есть біз уже до такой степени жалқаулықтың сондай бір шегіне жеттік, что ойланғымыз келмейтін дәрежеге жеттік да. И получается, например, сізде когда категория узкий болған уақытта, екі категория. Мысалы, қазіргі уақытта мен 1 декабрьдан бастап бүгінгі күнге дейін 1 300 000 жасалынған ниша, ол 2 товар. Одан артық категория жоқ. И получается, ол нишаларды, мысалы мен Қытайдан аламын, Қытайдан алып келемін, сосын осы біздің Қазақстанда, Ресей федерациясында мен оны 28.800-ден сатам. Мен сатып аламын 9.500-ден общий доставкасымен, сосын оны сатамыз біз 28.800-ден. Получается, бір күнде біз минимум жоқ дегенде в среднем 20 штук жібереміз ол товардан. Ол бағанағы 1.700.000 деген рубльмен айтып отырсыз ба? 1.300.000 рубльмен айтып отырсыз. 1.300.000 рубльмен айтып отырсыз. Демек сіз осы 11 күннің ішінде сонда шамамен бір 7 миллиондай жасадыңыз. Жасадық, уже жасадық. Окей. Получается, например, ол нишалардың үстінен всегда мен барлығына акцент жасатам. То есть сабақ оқып жатқан кісілер болсын, кім болсын, да, үстінен нормальный маржа көре алу керек. Адамда сол уақытта выгорание болмайды. То есть ана процессті көреді, ол уже өзінің қалтасында ақшасы қалады деген сияқты. И сол уақытта ол адамға прям достаточно қызықты болады ол процесспен жұмыс жасау. Сол себепті всегда акцент қойдырам, тек бірнеше, екі нишамен жұмыс жасау. Көрсете аламыз ба? Да, конечно, оны көрсете аламыз. Например, бірінші, Қытайда елде жоқтың бәрі бар дейді. Неге бар оларда? Потому что ол жақта конкуренция бар. Конкуренция болған уақытта міндетті түрде сіз дамисыз. То есть анадан озып түсу керек та, ол үшін не жасауың керек? Уже неше түрлі маркетингтар қолданасың, неше түрлі подходтар болады да. А когда вот жалғыз өзің ғана болған уақытта, естественно, ол нәрсе өзгермейді. Сол себепті, например, мен нишамды көрсетуге қорықпаймын. Ол наоборот басқасына, то есть андай жаднылық туылмау керек та. Мен көріп жатырмын пайда, басқасы да көрсін да. Почему да? То есть тығудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Қазіргі уақытта сатып жатқан осы екі ниша, то есть бұл бізде штатив, заманауи штатив деп айтайықшы бұларды. И получается, мен, например, оны Озонда сатамын 5780 теңгеден, мысалы,
теңгеге, Рубльмен. рубльмен теңгеге шаққан уақытта ол менде 28.800-ге шығады. Мен оны Қытайдан сатып аламын, мен тек WeChat арқылы ғана жұмыс жасаймын, то есть сразу фабрикаға шығам, и получается мен мына бірінші товарды мысалы 140 юань қалам. Ол где-то 8.900 бір нәрсе, 900-ге округлять етемін, 9.000-ға округлять етеміз. Доставкаға маған именно осы товарға 500 теңге шықты. Бір товардың басына 500 теңге. Демек 9,5 мың. 9,5 мың теңге. Получается, например, мен егер 28 мыңнан 9500-ді азайтатын болсам, ол менде где-то 19 мың, логистикасын, там доставкасын алып тастаған уақытта мен бір товардан чисто пайда көремін 12 мың. 12 мың с мелочами, артында хвостигі бар. Екінші ниша то же самое, например, ол тоже 17 мыңнан сатылады, хотя мен оны сатып алған 4500-де. Мысалы қараңыз, бір товардан 12 мың қалатын болса, күніне 20 сатасыздар ма? 20-дан. Сонда получается менде 200 чисто маржаны есептейтін болсам, 200-тің үстінде болады маржасы. Ал общий 28 мың мен есептейтін болсам, то есть общий оборотпен есептейтін болсам, мен бір күнде бір товармен 576 мың жасаймын. Бұл оборот. Бұл чисто бір товармен ғана жасалынатын нәрсе. Естественно, мен бұл жерде 2 магазин ұстаймын. Все окей. Нені көрсетамыз біз выпискаларда товар түскен? Заказ түскендерді көрсете аламыз. Например, соңғы бүгінгі күнде бастайық. Мысалы, мен бүгін қандай товар жіберемін. Например, бүгінгі отправка менде. Так, бүгінгіні еще не распечатала. Қайда кетіп қалды? Вот. Міне, бүгінгі мынау отправка, бүгінгі кететін товарлар уже дайындалады. Мен мынау, который акт шығарып қойған товарлар уже бүгін кететін. Мен әлі тең жартысының актісін шығарған жоқпын. Бүгін обедке дейін ба қазірге? Получается, Озонның бір үлкен преимуществосы бізге возможность береді, чтобы очередьқа барып тұрмас үшін біз обычно пункт выдачаға апарамыз. То есть сортировочный центрға емес. Сол себепті, например, өзімізге керекті пункт выдачаны таңдаймыз. Сол пункт выдачаларға күнде товарларымызды жеткіземіз. Мынау то же самое, мен акт дайындаған товарлар. То есть акт шығарған товарлардың барлығы бізде осылай дайын тұрады. Мен бұларды обязательно доставка жасауым керек. То есть менде получается қазіргі уақытта күнде доставка. То есть без остановки еще біз бұл товарды тағы заказ бердік, потому что бұл товар определенный количествоны тестовый вариант қылдырып алып келдім. Бұл маған үлкен оборот алып келген, естественно, мен оны дальше развивать етемін. Всегда, например, ниша жұмыс жасау барысында мен көрсетемін хит товарларға уақытында кіріп, уақытында шығу. Потому что, например, үлкен объеммен алып келетін болсақ, бұл мысалы, бұрынғы біз мына нишамен келтірейінші, Лала Фан деген шықты мысалы. Ол бір уақыт үлкен оборот жасатта, сосын жоқ болып кеткен нишалардың қатарында. Бұл да ертең тура сондай нишалардың қатарында болады. То есть хит товарға уақытында кіріп, уақытында шығу. Бір нишамен максимум мен жұмыс жасаймын 2,5-3 ай ғана. Одан артық мен хит товар сезонный категория деп айтайықшы, одан артық мен жұмыс жасамаймын. То есть, например, қазір мен нишамен жұмыс жасап жатырмын неге? Потому что бұл Қазақстанға әлі кірген жоқ. Қазақстанда именно жаңағы бірінші көрсеткен 28 мыңға сатып жатқан товар пока менде ғана бар. Екінші ниша то же самое, просто басқа модельдері бар, мен басқа модельмен ұстап отырмын. Окей. Жақсы. Енді өзіңіз жақсы айналысып жатырсыз ғой. Мысалға, көбісі уже қорқады ғой, біреуден оқуға, жаңадан бір нәрсені көруге, өйткені қадалып қалам деп ойлайды деген сияқты. Озонда бастапқыда қандай көмектері бар? Бастайтын адамға, начинающийларға қандай бір жеңілдіктері бар? Болмаса қандай рисктар бар? Негізі вообще товарныйда риск жоқ деп ойлаймын. То есть қандай маркетплейсқа шыққан жағдай болмасын, мысалы бас кезінде риск болмайды, егер ол кісі товар сатып алмаған болса. То есть товар сатып алу алдын ала, бізде ондай случайлар өте көп болды. Жаңағы мен сразу ФБО-ға шығамын деп, особенно Wildberries-ті қатты рекламировать етті ғой. ФБО-ға шығу керек, даже менде қазіргі уақытта бір кісі оқып жатып, сол басқа біреуден ФБО-ға товар жіберем деп, и в конце товар алды, 960 мыңға товар сатып алды, товар өтпей қалды. То есть ондай моменттер көп. Сол себепті, например, мен всегда айтамын, бас кезінде, мысалы, шыққан уақытта сіз ФБС-пен міндетті түрде жұмыс жасауыңыз керек. ФБО-ға бас кезінде шығудың қажеті жоқ. Неге? Потому что сіз ол товарды өткізе аласыз, өткізе алмайсыз ба? Соған қарау керек. Когда сіздің бір товарыңыз хотя бы 500-600 мың алып келе ма, стабильно бір айда, сол уақытта уже ақырында ФБО жайлы ойлауға болады. А оған дейін ерте. Одан кейін, например, новичоктар келіп жатқан уақытта мен всегда жаңағы қайтадан айтамын, товар сатқызып алмаймын. Барахолка мен міндетті түрде практиковать еткіземін, потому что барахолка оларға үлкен практика алып келеді. Барахолкадан кейін барып қана Қытайды ойлауға болады оларға. Пока барахолканың ішіндегі товарды сата алмайсыз, Қытайдағы товарды, естественно, олармен жұмыс жасай алмайсыз. Потому что бәрі бір товарда. Осы, одан кейін, например, уже
естественно товар сатылмағаннан кейін, сатып алмағаннан кейін бұл жерде вообще риск 0 десе болады. Енді Озонның басқа маркетплейстарға қараған уақытта мен неге Озонды айтамын, мен неге ұсынамын? Потому что Озонның именно жаңадан келіп жатқан новичоктар үшін өте мүмкіндіктері жоғары. Ол не просто маркетплейс, и в то же время ол IT компания болғаннан кейін бірінші ең маңызды нәрсесі келіп жатқан новичоктар үшін техподдержкасы. Бывают такие моменты, что форс-мажор болып қалған жағдайда мен не жасаймын деген моменттер болады. Сол уақытта, например, техподдержкаға жазды, техподдержка максимум 5 минут любой сұрағына жауап береді. Даже бізде не Каспи, не Wildberries солай жұмыс жасамайды. Wildberriesқа жазған жағдай болса, сен 30 күн күтуің керек бір жауапты. 30 күн. А бұл жерде сен любой проблемада да егер возврат жағдайында болса, то максимум 3 күннің ішінде шешіп береді. Енді новичоктарға шығып жатқан уақытта екінші ең үлкен преимуществосы, даже үшінші да, ең үлкен преимуществосы ол возврат жоқ. Возврат жоқ деген, например, менде даже скрин көрсете аламын сізге. Мен мысалы мен жаңа оборот жасадым дедім ғой, бірінен 15-не дейінгі, қараңыз, возврат менде 0 дейді. Товар, возврат 0. Получается, менде осы сатылып жатқан товарлардың ішінде бір хотя бы товарға возврат жасалған жоқ, даже отмена жоқ. Мен мына товарға рекламасына всего лишь 554 рубль ғана жұмсадым. Всего лишь. То есть, получается, бұл жерде именно Озонда өте үлкен преимуществолар, ол возврат жасалынбайды. То есть, егер ең бастысы товар уақытына кеткен жағдай болса, даже клиентке товар жетіп, вдруг та бывает жаңағыдай нацисттар болады, ортада неше түрлі адам болады ғой, сондай уақытта бір брак деп возврат жасағысы келетін адамдар болады. Озондан товар сатып алып жатқан кісілер біледі. Біріншіден Озонда качественный товар, екіншіден Озонда возврат жасалынбайтын, оңай жасалынбайды. То есть, например, товар брак болды деген жағдай болса, мысалы, Озонның мен всегда оқып жатқан кісілерге айтамын, сразу спорныйға тастаңдар. Товардың качествосына уверены болсаңыздар, спорныйға тастаңыздар, Озон дальше ол теманы өзі шешеді. То есть, біз оған қатыспаймыз. Егер шынымен брак болған жағдай болса, ол қай жерде болды, ол міндетті түрде выяснять етіледі. Ең бастысы біз жақтан предоставить доказательство, что біздің товарымыз идеально упакованный болып кетті. Жұмыс жасап тұрған товар ең бастысы. А дальше уже Озон өзі решать етеді. Егер клиенттен брак болған жағдай болса, специальный, например, біз Сулпактан товар сатып аламыз ғой. Товар сатып алған уақытта брак болған жағдайда мынандай нәрсе бар, специальный центр бар, товардың брактығын тексеретін. Ол қалай брак болды? Ол құлатып алды ма? Қолданыс уақытында брак болды ма? То есть қай процесте брак болған специально тексеретін центр бар. Россияда сондай центрдан ол кісі справка алып келу керек. Содан кейін ғана возврат жасалынады. А так просто так возврат жасалынбайды. Отмена өте аз. Отмена болуы мүмкін только в том случае клиент егер келіп алып кетпеген болса. А так возврат максимум 1% қалайды. Күшті екен онда. Да, новичоктарға үлкен мүмкіндік бұл нәрсе. Сосын штраф жоқ дедіңіз. Да, кстати, бұл жерде тағы үлкен плюстарының бірі, необоснованный штраф, вообще никаких штрафов нет. То есть, например, Wildberriesте жұмыс жасап жатқан адамдар біледі, қазір не то габаритпен товар жіберіп қойсаңыз, маркетинговый сөздерді жаңағы ненің ішінде, картинканың ішінде қолданып қойсаңыз, просто так штраф, кешік келді штраф, то есть товар складқа кешігіп жеткен жағдай болса штраф келеді, товарға отмена жасалған жағдай болса штраф келеді, минус 50% от товардың суммасына 50% сразу ұстайды. Ал Озонда ондай нәрсе жоқ. Например, мен товарды бүгін апаруға үлгермей қалдым, мысалы кешегі товарым уақытында кетпей қалды, ол бүгін кетеді, ничего страшного. То есть маған ол үшін штраф келмейді. Маркетинг сөздер қолданылған жағдай болса, сразу маған айтады, ескертеді, мына жерде маркетинг сөз картинканда ауыстыр дейді. То есть мені перед фактом сразу другие штрафы деген сияқты момент қалып келмейді. Барлық дұрыс емес, говорит дұрыс болмай тұр ма товарды? Маған айтады, характеристиканы дұрыстада новый акт шығарып қайтып алып кел товарды дейді. Ал бізде даже көбісінде жаңағы бағана айтып өттік қой, негативный сторона бар көп адамда. Қайдан именно осы штрафтан басталды да? Товарлары жоғалады. Өте көп адамдардан товарлары жоғалады. Жаңағы тағы сортировочный центрға келген уақытта, мысалы, Wildberriesте былтыр өте қатты көп товарлар жоғалды, прям неописуемо жоғалды. Ал именно Озонның тағы бір преимуществосы, біз сортировочный центрға барып, очередьқа тұрмас үшін пункт выдачаларды специально товарды қабылдайтын етіп шешті. Значит, біз ол жерде товарымыз жоғалмайды. Ал еще ең бастысы товар жоғалады, сосын сол жоғалған Wildberriesте сол жоғалған товарға біз еще хранение төлейміз.
жоқ ол товар, хотя бірақ оған каждый ай сайын кәдімгідей хранениясын төлеп отырамыз. Ал Озонда, например, товар жоғалды ма, вдруг да маркировкасын дұрыс жабыстырған жоқпыз, немесе сапасы шығардық, сонымен товар жоғалды. Получается, біз акт жібереміз, біз Озонға осындай товар жібердік, бізде ол товар келген жоқ, и получается ол ущербті Озон бізге өзі төлейді ақшасын. Сол жоғалған товардың ақшасын шығарып береді. Окей. Жалпы енді үлкен кәсіпкерлерді айтпаймыз, өйткені Вайбересте мен танитын адамдар бар, которые үлкен обороттар жасап жүрген. Бірақ начинающийларға өзім көзім жетті, что Озон жақсырақ екен. Бастапқы кездердегі сізге көптеген жеңілдіктер жасайтын. Және де оның үстіне Қазақстанда қазір Озонның рекламасы өте көп. Өйткені егер ол жаман дүние болатын болса, сонша реклама жасалынбайтын еді менің көзқарасымда. Өйткені кез келген жақсы бизнесті жақсы реклама көтереді. Ал жаман бизнесті жақсы реклама керісінше құрдымға жібереді. Сондықтан да Қазақстанның өзіне 3 триллион теңге, 3 триллион теңге рекламаға жұмсаған. Қазір барлық жерде, кинода да, YouTube'да да, телевидениеде да, және де көшеде жүрсең, бар нелерде, жоғардағы рекламаларда, баннерде, барлық жерде Озон реклама өте жақсы жасалынып жатыр. Демек, бұл көп реклама жасалғанға сайын сіздің товарыңыздың өтуіне деген ықпал ету. Мысалға, сіз товар салдыңыз, бірақ сіздің товарыңызды ешкім жарнама жасамаса, Қазақстанда жалпы Озон деген бар екенін ешкім білмесе, онда сіз кімге сатасыз? Ал 3 триллион, мысалға, сіз айтады, Еркебұлан, мен саған 3 триллион теңге ақша берем, сен бір какой-то бір товарды тап та сат. Сен қуана-қуана сатасың ғой, мысалы, өйткені саған біреу реклама жасап беріп отыр. Озонда да дәл сондай процесс жүріп жатыр да қазір. Бүкіл Қазақстанға реклама жүріп жатыр, және де сіз өз товарыңызды сата алатын боласыз. Енді мақтауын мақтадық, бәрі қызығып отыр. Енді жалпы қандай рисктер бар, қандай минустары бар Озонның? Мен негізі Озонда минус бар деп ойламаймын. Лично өзім бұл жерде, например, өзім практиковать етіп, өзім товар сатқаннан кейін бұл жерде минус мен әлі көрген жоқпын. Единственный да қиын болуы мүмкін новичоктарға, негізі шынымен мақсаты бар, табыс табамын дейтін адам болса, негізі қиындық жоқ деп ойлаймын. Қай жерде болмасын. Ал қиындық қылдырып жасап алуы мүмкін только в том случае, когда, например, товардың карточкасын жасауға келген уақытта одан артық бір қиналып. Ол карточка бір рет қана жасалына ма? Негізі вообще бас кезінде бір рет қана жасалынады, то есть егер ол карточка особенно жаңағы барлық керекті ақпаратын көрсетіп, клиентке пайдалы информациясын, то есть ана контент дейді ғой, контенті достаточно жақсы болған жағдай болса, Озонда именно контентқа рейтинг береді специально. И получается, контенттің рейтингі жақсы болып, клиентке жеткілікті ақпарат болған жағдай болса, то ол карточкамен минимум 6 ай жұмыс жасауға болады. По праздникам ғана основной картинкасын өзгертіп тұруға болады, праздникқа сай. А так оны күнделікті ауыстырудың қажеті жоқ. Окей, түсінікті. Енді сіздің өзіңізде оқыту бар, оқытып бере аласыздар. Озонға қызыққан жандар болатын болса, жалпы осы бизнеспен айналысып көрем дейтін жандар болатын болса, және де бизнесін жаңа нарыққа шығарғысы келетіндер, сосын барып бағанағы айтқандай бұрынғының айтады ғана нені шоқпарды ұстап соғыс жүргендер деп айтады ғой. Сондай жандарға айтарымыз, жалпы Асылханның өзінің бір арнайы оқуы бар. Сол оқуды оқысаңыздар, Озонды теуіп кіресіздер ғой, былай айтқанда. Жақсы, енді таныстырып өтсеңіз, оқу барысы қалай болады? Бізде сабақ с нуля болады. Прям полный практикадан тұрады, 100% практика, себебі сабақ барысында уже нәтиже шығарып кету керек барлық. Хотя бы вот өлдім дегенде бір 10 продажа жасап кету керек сабақ барысында. Одан кейін, например, всегда 2 куратор беріледі. Бір группаның өзіне 2 куратордан береміз, чтобы вот каждый нәрсені контролировать етіп отыр үшін. Не үшін? Бізде білмеймін неге екенін, қазақтың аудиториясына артынан таяқпен түртіп отыратын адам керек та. Самостоятельно адамдар өздері жасағысы келмейді. То есть біздің ертеңіміз бітпейтін халықтың қатарынанбыз былай айтқанда. Сол себепті, например, мен специально кураторларды техподдержкаға бірінші жұмыс жасайды. Одан кейін ол кураторлардың барлығы менен оқып шыққан, нәтижесі бар адамдар ғана. И в то же время олар өздерінің товарын сатып жатыр. И в то же время олар курирует. То есть процесста практика жүзінде ғана көрсетіп отырады да оларға, а не то, что теориямен ғана емес. И получается,
например, біз сабақ барысында именно нәтижеге өте қатты акцент жасаймыз. Бірінші қоятын акцент, біз даже үй тапсырмасы, каждый день үй тапсырмасы беріледі, үй тапсырмасы талаппен жасалынады, правиламен жасалынады. Каждый нәрсені лично үй тапсырмасына келген уақытта қай пакет болмасын мен өзім лично тексеремін. Каждый суббота, воскресенье біз еще магазиндарға разбор жасаймыз, чтобы олардың айтады ғой, например, бізде мынандай нәрсе бар да, именно нәтижеге шықпай қалған адамдар қай жақтан келеді, негатив бар дейсіз да, например, жаңағы мынандай нәрседі да, маркетплейсқа қалай болса солай шығып алады, бас кезінде да, барымен шығып алады деп айтайықшы, или даже самый главный жанталасып шығып алады, сосын бүйтеді, мен ертең продажа болсын, сол уақытта мына жерде өзгерте саламын ғой дейді да, мен сол нәрсені жасатқызбаймын оларға. То есть бірінші алғашқы шагтың өзі оларды грамотный болу керек. Сол үшін, например, мен магазиндарға разбор жасаймын, отырып алып, қай жерде қалай өзгерту керек, товардың преимуществосын қалай көрсету керек. Бізде топовый екі аудитория бар, иә, ол ең өлмейтін аудиториялардың бірі, ол женский аудитория и подросток. Осыған қарай ниша таңдалған уақытта соларға қызықты ақпараттарды в основном өзім беруге тырысамын. То есть, например, біз кәдімгідей Zoom-да ең маңызды сабақтар бізде в основном Zoom-мен жүреді. То есть базовый сабақтар бар, базовый сабақтар жазылған, типа как регистрация, товар, сау, заказ қабылдау, акт толтыру деген сияқты сондай сабақтар жазылған, олар платформада тұрады, оны любой уақытта кіріп көріп қарай алады. Ал ең маңызды, например, ниша таңдау. Половина успеха зависит от того, что вы продаете. Например, ниша таңдау, таңдаған нишаға анализ жасау, анализ конкурентов, товарды топқа шығарудың Озонның өзінде қаншама несі бар, продвижениесі бар. Бір айда бір товарға минимум 15 продвижение ұсынады, 15 акция ұсынады. Осылардың барлығын мен в основном Zoom-мен өтем. Неге? Потому что олар сразу сол момент практиковать етіп, кері байланыс беру үшін. Сол уақытта оларда нәтиже болады да, практиковать еткенде. А практиковать етпесе, теориямен отырса нәтиже шықпайды ол жерде. Жақсы. Осы күнге дейін қанша адам оқыттыңыз? Осы күнге дейін 1500-ден астам адам оқыттым. Ол қанша жылда? Мен негізі көп запуск жасай бермеймін. Запуск жасалынады где-то, например, бір жылда мен 2 рет запуск жасауым мүмкін. Сол уақытта, осы карантиннан бастап деп айтайықшы, мен 3 жылда 1500 адам оқыттым. Бір запусктан қанша адам оқытасыз? Бір запускта негізі количество тағы көп алмайды, потому что нәтиже бірінші маңызды болғаннан кейін мен максимум 150-ге дейін ғана адам алам, одан артық адам алынбайды. 150 адам, ол бәрі бірге оқи ма сонда? Жоқ, олардың әрқайсысы, например, группаларға бөлінеді. Сосын ол группаларды курировать етіп отырады. Специально, например, представим, да, стандарт группада, бір группада тек 25 адам ғана отырады. Одан артық адам отырмайды. Бір группада 100 адам отыру, 200 адам отыру деген нәрсе жоқ. VIP пакеттар всегда 10 адаммен ғана оқиды. Жылына 2 рет запуск болады. Да. Жоқ, күшті екен. Менеджердің номерін қойдық. Хабарлассаңыздар толық ақпаратты беретін болады. Және де мына жерге сізге бағасын шығарып қойық. Бағасын мұқият қарап алыңыздар. Менеджерға дайын болып барыңыздар. Озонды толық ақпаратты алдыңыздар. Және де бағасын біліп, прямо андай эмоциямен, андай ойланбай, бас салып албаңыздар. Біздің өзіміздің енді мен сіздерге айтарым, өйткені көп байқайтыным, прям бәрі андай сиқырлы таяқ іздейді. Негізі ешқандай сиқырлы таяқ жоқ. Өзің еңбектенесің, жұмыс жасайсың. Біз мына күн суықта осы жаққа келіп съемка жасап жатырық. Қазір тағы екінші съемкаға барамыз. Ертең Шымкент, Ақтау, Атырау. Үйде жатып алып жұмыс жасай беретін болсаң, YouTube өзіне өзі ақша алып келмейді. Сол сияқты айтарым, кез келген нәрседе, Озонда да, басқада да еңбектенесіздер, ақшасын табасыздар. Сондықтан андай эмоциямен шешім қабылдамаңыздар. Барлығын адекватны ойланып, нағыз табыс тапқысы келетіндер, саудасын жаңа деңгейге шығарғысы келетіндерге мархабат хабарласыңыздар, сіздерді күтетін болады. Менеджер толық ақпаратты беретін болады. Рахмет, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Әрбір қазақ бай да бақуатты болсын. Келе жатқан тәуелсіздік күніміз құтты болсын. Рахмет.